Алан, бізге мұғалім үйге отбасы мүшелері туралы эссе жазып келуді тапсырды. Неден бастап жазарымды білмей отырмын. Көмектесесің бе? Әрине, Дана. Кел, алдымен отбасы туралы жазамыз. Дұрыс айтасың, Алан. Отбасы дегеніміз ата-ана мен балалардан тұратын шағын ұйым. Отбасы мүшелеріне ата, әже, әке, ана, аға, тәте, әпке, іні, қарындас немесе сіңілі жатады. Түсіндім. Отбасы дегеніміз сен, мен, әкеміз бен анамыз, ата әжеміз. Иә, дұрыс айтасың, Дана. Отбасымыз біздің ең қымбат адамдарымыздан тұрады. Менің отбасым 6 адамнан тұрады. Барлығы туралы жеке жазсаң болады. Жақсы. Менің атам мен әжем бар. Олар зейнеткерлер. Әжем бізге қызықты ертегілер айтады. Атам өте ақылды адам. Бізге үнемі ақыл айтып отырады. Әкем заңгер. Ол бос уақытында бізді ойнатады. Анам мұғалім. Анам бізге дәмді тағамдар жасайды. Менің ағам Алан. Алан мектепте оқиды. Ағам менен 2 жас үлкен. Екеуміз өте татумыз. Алан маған әрдайым көмектеседі. Мен өз отбасымды жақсы көремін. Менің отбасым, менің мақтанышым. Қандай тамаша эссе жаздың, Дана? Иә, көмегіңе көп рахмет. Үшінші сабақ. Менің атам мен әжем. Бірінші тапсырма. Тыңда. Сұраққа жауап бер. Менің әжем. Менің әжем әдемі. Алақаны аялы. Біз даладан келгенде күліп құшақ жаяды. Баянғали Әлімжанов. Менің әжем. Менің әжем, ақ әжем, ол мен қыздың бақ әжем. Ертегі айтып бер десең, айтып берер тақ әжем. Менің әжем, гүл әжем, алтын әжем, күн әжем. Апам үшін, мен үшін, нағыз ана тіл әжем. Менің әжем, бұл әжем, айтқан сөзі дәл әжем. Аман болса көреді, қызығымды әл әжем.